Сәлем достар! Бүгінгі видеода біз өте дәмді чак-чак дайындайтын боламыз. Ендеше кетті! Ендеше чак-чагымызды дайындауды бастайық. Ең алдымен ыдысқа 4 жұмыртқаны салып аламыз. Оның үстіне тұз саламыз. Одан соң сода саламыз. Енді жақсылап араластырамыз. Сонда бізге жақсы болып көтерілуіне көмегін тигізетін болады. Одан соң осылай ұн салып, қамыр илейміз. Неке, менің қамырым дайын болды. Енді осы қамырды 20 минутқа бетін жауып қоямыз. 20 минут қойып қойғаннан кейін жақсылап жұмсартып аламыз, одан кейін екіге бөліп жаятын боламыз. Неке осылай екі бөлікке бөліп аламыз. Енді жаятын боламыз. Жұқа етіп жайыңыздар. Неке осылай жайып аламыз жақсылап тұрып. Одан кейін қазір жақсылап тураймыз. Кесу үшін ет түрде астына доска қоюды ұмытпаңыздар, яғни тақтай қоюды ұмытпаңыздар. Осылай бірінші осындай бөліктерге бөліп алуларыңыз қажет. Яғни қазір біз бұны жақсылап өзімізге керек пішінде турайтын боламыз. Неке барлығында осылай турап алайық. Неке осындай етіп кесіп аламыз. Одан кейін осылай майдалап тұрып тураймыз, себебі қазір бұларды біз пісіреміз. Өз қалағандарыңызша кессеңіз де болады. Осылай жанына қисайтып кесетін болсаңыздар, ұзындау болып шығады. Осылай жанмен де кесуге болады. Сәл бөліңкіреп қалды соңғы жақтарында. Осылай барлығында турап шығамыз. Неке осындай етіп кесіп аламыз. Мен енді екінші қамырды жайып осылай жасап аламын. Неке осынша қамыр шығады, енді қызып тұрған майда пісіріп аламыз. Осылай пісіріп аламыз. Неке мен қызып тұрған майда барлығында пісіріп алдым. Енді қоспасын дайындайтын боламыз қазір бірге. Мен қазір үлкен ыдысқа саламын, себебі араластырғанға оңай болуы үшін. Неке осылай сгущенка салып, силиконды крышкамен жақсылап араластырамыз. Өйткені қазір ыстық. Мінекей біздің чак-чак дайын. Ас болсын, өте сондай керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.